Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Барлығымызды жоқтан бар етіп жаратқан әлемдердің Раббысы болған Аллах Тағалаға сансыз мақтаулар мен мадақтар болсын. Оның сүйікті елшісі пайғамбарымызға, отбасына, сахабаларына Аллах Тағаланың салауаты мен сәлем болсын. Қиямет күніне дейін ізгілікте ізінен еруші үмметтеріне, сіздер мен біздерге де Алланың мейірімі жаусын ағайын. Дәрісімізді келген жеріне ары қарай жалғастырамыз. Жатар алдында жасайтын дұғалар, соған қатысты аят хадистерге тоқталамыз иншалла. Алла субханаху ва тааля Құран кәрімде «Инна фи халқис самавати вал арди ва ихтилафил лейли ван нахари ла аятин ли улил албаб». Аспандар мен жердің жаратылысында, түн мен күннің ауысуында ақыл иелері үшін Алланың белгісі бар дейді. Біз бір шелек суды алып, соның бетіне топырақ тұрғызып көрейікші, тұрғыза алмаймыз. Жердің жаратылысын қараңыз қандай әдемі. Доп-домалақ, шарт тәрізді, ағып кетіп жатқан жоқ, айналып жатыр. Жердің астын тессең су шығады. Судың астында да бір әлем. Аллах Тағала қалай қылып тартып, өлшеп, барлығын жаратып қойған. Аспан үстімізге құлап түсіп жатқан жоқ, бірақ қиямет келген кезде солай болады да. Тіреусіз тұрғызып қойды. Бұның барлығын адам баласы егер ойланатын болса, ой жүгіртетін болса, өзінен өзі емес екендігін, оның бір жаратушысы бар екендігін ақылмен ақ жетеді. Күн мен түннің ауысуы. Алла субханаху ва тааля егер Құран кәрімде түнді қойып қоятын болсам, кім сендерге күндізді алып келеді дейді. Үнемі күндіз қылып қойсам, түнді кім алып келеді дейді. Алладан басқа бар ма біреу? Ешкім жоқ. Не үшін бізде күндіз тіршілік етсін, түнді демалсын, тынықсын деп Алла субханаху ва тааля сіз бен біз үшін жаратты. Олардың ауысуында да Алланың белгілері бар. Әрине, кім үшін? Ой жүгірткендер үшін, ақыл жүгірткендер үшін. Алланы еске алатындар. Арғы аятының жалғасында «Аллазина язкуруналлаха қияма ва қуудан ва ала джунубихим ва ятафаккаруна фи халқис самавати вал ард». Осы аспан жерлердің жаратылысында пікір жүгіртеді, ойланады. Алланы еске алады. Отырып та, жатып та, жамбастап та. Осы жерде ұйқыға кетер алдында да, жатқан кезде де, жастыққа жанбастап жатқан кезіңізде де Алланы еске алуға қатысты айтып отыр. Көзіңіз ұйқыға жұмылып кеткенше Алланы еске алыңыз. Оған дейін де пайғамбар алейхиссалату вассаламның қандай дұғалар айтқан, қай сүрелерді оқығандығына біз қазір тоқталамыз. Хузайфа және де Абу Зар екеуі, Алла разы болсын ол кісіден, пайғамбар алейхиссалату вассаламнан жеткізеді. Төсегіне ниеттелсе, яғни жатуға қарай беттелген кезде бисмика Аллахумма, уа Алла, сенің атыңмен, сенің есіміңмен, ахия ва амут, тірілетініміз де, өлетініміз де Алланың атымен. Ұйқының өзі де бір кішігірім өлім. Одан кейін қайтып оянуыңыз да бір нығмет. Сол үшін пайғамбар алейхиссалату вассалам осы дұғаны айтады екен. Енді Али радиаллаху анхудан келеді. Бірге сапарға шыққан, пайғамбарымызбен бірге иътикафта болған сәттерден келтіріп отыр. Пайғамбар алейхиссалату вассалам Али радиаллаху анху мен Фатима анамызға екеуіне бұйырады. Егер екеуің ұйқыға кететін болсаңдар, төсекке беттелген кезде, яғни жатуға мына дұғаны айтыңдар дейді. Алланы ұлықтап 33 рет. Одан кейін оны пәктеңдер, яғни ұлықтау Аллаху акбар. Пәктеу субханалла, альхамдулилля деп те 33 реттен айтыңдар деген екен. Бір риуаятта 34 деп келеді, тәкбирді немесе тәсбихті. Екеуінде келетін риуаяттар бар екен. Яғни субханалла деп 34 рет, бір риуаятта Аллаху акбар деп 34 рет деп айтқанда келген екен. Демек, жатар алдындағы дұғалардың бірі бұл. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады енді, пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламнан келтіріп алады. Қай біреуің жатар алдында төсекке қарай беттелдіңдер ма жатуға, барып төсектеріңізді сілкіңіздер.
шамалы қағып жіберіңіздер ашқан кезде төсектің бетін. Себебі Алла субханаху ва тағаланың жаратқан жаратылыстары көп. Оның ішінде сізге зиян беретіні бар, кедергісі бар, басқасы бар. Оның қайсы жатқанын білмейсің ғой дейді. Бүгінгі таңда енді құрт құмырсқа, шаян басқа жыланнан да шамал үйлеріміз биік жерде немесе жаңағы сәл қорғалған ғой енді. Бұрынғы уақыттарда ол әбден мүмкін еді. Бірақ дегенмен сол сүннетті орындасаңыз сізге де сауабы тиеді. Көзге көрінбейтін қаншама микробтар да бар. Көзге көрінбейтін қаншама жынжыбырлар да бар, басқалар да бар. Сен білмейсің Алланың қай жаратып қойған нәрсесі сол жерде тұрғандығын, саған зиян беруі мүмкіндігін. Сол үшін қағып сілке жібер. Одан кейін былай деп айт дейді. Бисмике рабби вадату джамби. О Раббым, сенің атыңмен мен жамбасымды қойдым төсекке. Уабика арфауху. Одан қайтып тұруым да сенің қалауыңмен болады. Сенің қалаусыз тұра алмаймын. Ин амсакта нафси фархамха. Егер менің нәпсімді, жанымды алатын болсаң, оны рахымға бөлеші. Яғни қайтып тұрғызбайтын болсаң, рахымыңа бөлеші. Ва ин арсалтаха фахфазха бима тахфазу бихи ибадака ас-салихин. Егер қайтып беретін болсаң, ол жанымды өзің қорға. Сен ізгі құлдарыңды қалай қорғасаң, дәл солай қорғашы деп жатар алдында осы дұғаны айтып жат деп пайғамбар алейхиссалату вассалам үйреткен екен. Айша анамыздан келеді. Пайғамбар алейхиссалату вассаламнан жеткізеді. Егер қайсысы біреуің ұйқыға кетер болсаңдар, ұйқыға баратын болсаңдар, ұйықтауға ниет ететін болсаңдар, екі қолыңызды алып, соған үрлеңіздер. Екі қолды алып, деп үрлеп, одан кейін екі сыйыну сүресін оқыңыздар дейді. Құл аузу би раббил фалақ пен Құл аузу би раббин нас. Сол екеуін оқып, одан кейін бүкіл денеңізге соны сипаңыздар деді. Енді екінші бір риуаятта келеді, пайғамбар алейхиссалату вассаламның өзі солай істейтін дейді. Бұл жерде Ихлас сүресін қоса айтады. Жатар алдында пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам екі қолын қосып деп үрлеп, болғаннан кейін Ихлас сүресін, Фалақ сүресін, Нас сүресін оқып болады екен. Сосын басынан бастайды, бетімен жалғастырады, денесінің алды, сосын қол жеткен жерге дейін пайғамбар алейхиссалату вассалам сыйпап сөйтіп жататын дейді. Бара ибн Азиб радиаллаху анху маған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірде былай деп айт дейді. Егер сен ұйықтауға ниеттенсең, алдымен дәрет ал. Намазға қалай аласың, солай дәретіңді ал. Одан кейін оң жағыңмен жат. Оң жақпен жатып, Аллахумма уа Раббым, мен нәпсімді саған тапсырдым. Яғни бойсындым. Толықтай Аллах Тағала не бұйырады, соған мен бойсынамын. Жүзімді саған қарай бұрдым. Ісімнің барлығын саған тапсырдым. Саған арқа сүйеймін. Қорқып та, қуанып та. Себебі қате кемшіліктеріміз бар. Қорқамыз одан. Егер сонымен ертең күні бізді ұстайтын болса, сол қате кемшілігіміз шығып бетімізге басатын болса, Алладан басқа ешкім құтқара алмайды. Арқа сүйейтін ешкім жоқ. Сенен өзге жалынып жалбарынатын, сенен өзге барып қашып пана сұрайтын ешкім жоқ. Сенің жіберген кітаптарың барлығына иман еттім. Пайғамбарларыңа иландым, жіберген барлық пайғамбарларыңа деп айтатын болсаң, сөйтіп ұйқыңнан тұра алмай қайтысып кететін болсаң, фитратта кетесің. Фитра дегеніміз не ол? Әу баста бізді жаратқан кезде тап-таза болып жаралдық. Ешқандай күнәміз жоқ, басқа жоқ, тазамыз. Балиғат жасқа толғанша фитратта боласың, таза боласың. Бірақ кейін сені ортаң, әке-шешең сол тәрбиеле болады. Насрани болса насрани болады, яхуди болса яхуди болады, атеист болса атеист қылады. Сөйтіп сол орта әке-шеше сені тәрбиелеп кетеді ары қарай. Осылай кететін болсаң, фитратпен, яғни таза, ешқандай бейкүнә кетесің деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Шаман келсе, осы сөздерді ең соңғы сөзін қыл деді. Осы сөздер
Сенің ең соңғы сөздерің болсын дейді. Яғни жатар алдындағы. Анас радиаллаху анху пайғамбарымыздан жеткізеді. كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. الحمد لله деп Аллаға мақтау айтады екен. Шүкір Аллаға. Бізді тамақтандырды, бізді рызықтандырды, сусындандырды, барлық нәрсені бізге жеткілікті қылды, бізге тынығатын, демалатын орын берді. Бұны тәпсірлегенде тіпті отан деп те тәпсірлейді екен. Отан бергеніне де шүкір деп. Себебі егер отаның болмайтын болса, өзіңнің амандықта, тыныштықта тұрған отаның, онда құлшылығың да дұрыс болмайды. Қараңыз, өз отанында күн бермеді пайғамбарымызға, иә? Не істеді? Мәжбүр болды. Бүкіл пайғамбарлар секілді хижрат жасауға мәжбүр болды. Отанын тастап, басқа бір елге барды, тұрақтады. Сол жерде тұрған кезде, «Уа Раббам» деп дұға етіп жатыр. Меккені бізге қалай сүйікті еткен болсаң, Мәдинаны да солай істеші деп келіп тұрған отанына да Алладан махаббат сұрайды, амандық сұрайды. Кейіннен Мекке алынғаннан кейін де барып, қайтып келіп Мәдинаға тұрады. Бірақ қараңыз. Мәдиналықтар ойлайды, енді пайғамбар елін алды, болды ғой енді. Бізбен бірге емес па деп. Бүкіл әлем бір жақта, ансарлар бір уадиде болса, мен ансарлар жақты таңдайтын ем деп, оларды қуантып, солармен бірге қайтып келеді. Хузайфа радиаллаху анху пайғамбарымыздан жеткізеді. Жаңа хадистің жалғасында факам мимман ла кафия лаху ва ла муъвия деп қаншама адамдар бар дейді жер бетінде. Қажеттіліктері орындалмай жатыр. Жейтін нәрсесі жоқ, ішетіні жоқ, қиыншылықта. Бүгінгі таңда мынау интернетпен бәріміз көріп отырмыз, әлемнің қай түкпірінде не болып жатыр, не қойып жатыр. Барлығы таяқтың екі ұшы бар. Бір жағынан хабардар болып отырсың, бір жағынан етіміз үйреніп бара жатыр, байқап жатсыздар ма? Бір қайғылы хабар келеді, өтіп кете береміз. Бір күнде бұрындары бір қайғылы хабар келсе, оны қортасың, қайғырасың, уақыт өтіп барып ол ұмытылады, сөйтіп барып кейін екінші хабар келеді, солай еді ғой. Қазір бір үстіне бірі. Бір бала ауырып жатыр деп келсе, жанымыз ашып ақша жіберетін ек. Кейін көйіп кетті, осылар ақ деп өтіп кете беретін болдық. Мына не үшін жаңағы 99 адам өлтірген, ақыр соңында 100-шісін өлтіргенге орын ауыстыр деді. Білесіздер ме? Себебі жаңағыдай қоғам, жаңағыдай орта сені күнәңа да, басқаңа да егер тосқауыл қойып, сені жақсылыққа тартпаса, ол жақсы орта емес. Сол үшін өзіңізге орта жасауға тырысыңыз. Араласатын адамдарыңыз, төңірегіңіздегілер. Мына жүректі өлтіріп жібермеу керек. Қайғырмайтын жүрекке айналып кетпеу керек. Қайғыра білу керек. Өзге мұсылманның қиыншылығына қайғыра білу керек. Пайғамбар алейхиссалату вассалам не үшін түн жарымда барып өзгенің есігін тақылдатып жүрді? Абу Жахилдің есігі тақылдап жатыр. Мынандай қатты қараңғы түнекте жел болып тұр далада. Мына адам өте мұқтаж адам дейді. Негізгі аты оның Омар, білесіздер. Абул Хакам дейді оны. Меккеліктер. Пайғамбарымыз Абу Жахил деп ат қойған оған. Ешқандай даналардың әкесі емес, ол надандардың әкесі деп. Ақылды болған, бірақ анау сол жақ миы жақсы жұмыс істегенде қайырға емес. Біліп тұр, қатты мұқтаж адам дейді. Мынандай тас түнекте келіп тұрған, есігім тақылдап тұрған қатты мұқтаж. Не сұраса берем дейді. Есікті ашып қалса пайғамбар алейхиссалату вассалам тұр. Ла иляха иллаллах деп айтшы дейді. Неліктен? Себебі қайғыру бар. Тозаққа кетпесін. Тозаққа кетіп қалмасын деген. Дүниеде де мейлі материалдық қиыншылығына да жанымыз ашымайтын болса, ол жүрек қатайып кете береді сөйтіп. Соған жол бермеуіміз керек. Соны айтып отыр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Қанша адамдар бар жер бетінде? Тынығатын жері жоқ. Барып тұрақтайтын жері жоқ. Жеп ішетін нәрсесі жоқ дейді.
жатып жатыр, альхамдулилля, мені күндікке жегізді, ішкізді, шүкіршілігін қараңыз. Бір күні бір құрмамен өтетін адам, 3 айлап үйінде ыстық тамақ піспейтін адам жатар алдында сөйтіп шүкір етіп жатыр. Біздер қарнымыз тойып кеп кекіріп жата береміз. Өзім таптым, өзім жеп жатырмын, осылай болу керек деген секілді. Әрбір сәтімізде, әрбір алған тынысымызда оны қайтып шығаруды Аллаға мұқтажбыз. Мұқтаж екенбіз, неге оған қарсы шығамыз? Хусейн радиаллаху анхудың алдына келеді. Күнәларымнан тоқтай алмай жатырмын дейді. Күнәларымнан тоқтай алмай жатырмын, маған бір ем айт дейді. Бір версияларда бұл Адхам, Ибрахим Адхам деген кісі өткен, соның сөзі деп те келеді. Күнәларымнан бас тарта алмай жүрмін дейді. Сонда мен саған бірнеше емді айтайын, соның біреуін ал өзіңе дейді. Соның қалағаныңды ал дейді. Сол саған дауа болар дейді. Айт дейді. Күнә істегеніңде, күнә істеп жатқан сәтте Алланың жерінде жасама дейді. Алланың мүлкі болған жерде, Алланың патшалығы болып тұрған жерде жасама дейді. Басқа жерге барып жаса дейді. Ондай жер бар ма дейді. Барлық жер Алланыкі ғой десе, онда несін істеп тұрсың дейді. Онда неге оған қарсы шығып жатсың дейді. Бұның қиын екен, басқасын айт дейді. Жақсы, екіншісін айтайын. Аллаға қарсы келіп жатқанда Алланың рызқысын қолданбай тұр дейді. Қалай қолданбаймын? Тыныс алу, оны шығару, көру, есту, барлығы Алланың беріп жатқан рызқысы. Адам қолынан келе ме ол нәрсе? Онда неге қарсы шығып жатсың? Кейінгісін айт дейді. Жақсы, кейінгісін айтайын онда. Ешкім көрмейтін жерге барып жаса дейді. Жасайтын болсаң күнәңді ешкім көрмейтін жерге барып жаса. Барлық жерді Алла көруші, білуші ғой. Онда неге қарсы шығасың оған дейді. Шында да кейде екі адам қарап тұрса, ұяламыз, яғни адамдар өтіп кетсін, сәл тұра тұр деп. Ешкім көрмей тұр деп сенімді боламыз. Бірақ сол істеген ісіңде бір видеокамерамен ба, бір нәрсемен немесе записпен біреу әкеп берсінші, кіретін жер таппай қаласың. Ұяласың. Айтылған сөз, жасалған нәрсе ғылыми дәлелденген, ол жоқ болып кетпейді. Сақталып тұрады оның барлығы да. Бір адамға сен кәпір деп айттың ба дейді хадисте. Егер адам сондай болмаса, ол сөз қайтып айналып өзіңе келеді дейді. Яғни сөз қайтып келеді деп жатыр, қараңыздар хадисте. Бүгін ғылым дәлелдеп жатыр, айтылған сөз ауада тұрады, ол жоқ болып кетпейді ол. Радио бізге қаяқтан алып беріп жатыр? Локаторлар. Біреудің үйін барып тыңдайды. Қаяқтан алады ол? Ішіне кіргізбейді ғой аппаратты, сырттан. Яғни айтылып жатқан сөздерді сырттан қағатын аппараттар бар. Ол адамның істегені. Үйдің ішіне не айтылып жатыр, мына жақтан отырып тыңдай алады, сырттан отырып. Алланың бізге бекітіп қойған рақибун атид. Әрбір нәрсемізді босқа жібермейді ол. Қияметтің күні көрсетеді кітабыңызды, міне дейді. Ешкім көрмей тұр деп істеген нәрселердің бәрі тұрады сол жерде. Жер куәлік етеді. Қолдарымыз куәлік етеді. Аяқ, қол, тері. Неге маған қарсы куәлік етіп жатсыңдар дейсің? Барлық нәрсеге тіл бітірген Алла бүгін бізді де сөйлетті дейді. Өзіңе қарсы куәлік етеді. Теріңе дейін. Соның барлығын біліп тұрмыз, бірақ тағы істейміз. Соның барлығын білеміз, бірақ тағы күнәға барамыз. Алланың рызқысын қолданамыз, оған қарсылық жасай береміз. Оның жер бетінде, жаратқан жер бетінде жүрміз, оның мүлкінде жүрміз, оған тағы қарсы келеміз. Азында жұмысқа барыңызда бастығыңызға қарсы шығыңызшы, жұмыс уақытында. Үйде кішкентайсыз, әке-шешеңізге қарсы шығыңызшы, не болады? Қандай мәміле көресіз? Бірақ Алла субханаху ва тағала рахим, мейірімді, кешірімді, пенделерін күтеді, тәубесін күтеді. Пенде тәубе еткен кезде Аллах Тағала қатты қуанады. Сіз тәубе ету үшін күнә жасау міндетті емес.
Пайғамбар алейхиссалату вассалам тәубе еткен кезде, я Рабби, менің ашкереде жасырында жасаған күнәмді кешірші дейді екен. Ол кісі күнәдан арылған адам. Не үшін айтып жатыр? Кішіпейілділік. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, үмметіне үйретіп жатыр. Мен тәубе етіп жатырмын ғой. Мен истиғфар етіп жатырмын ғой деп. Сендер кімсіңдер деп тұрған жоқ. Үйретіп кетіп жатыр. Ойлансын, күнәдан пәк болған. Айсыма, жүрегін ашып шайтанның несібесін алып тастаған. Күнәға бармайды. Пайғамбарлыққа дейін де бір қателікке бара жатса, Аллах Тағала ұйықтатып қоя салады. Меккеліктер жұмыс жасаған кезде қатты ыстықтан үстіндегі киімін шешіп жұмыс істейді екен. Жалаңаштанып. Ыстық жұмыс. Содан кірпіш көтерген кезде сол киімін шешеді екен де, иығына қойып, сол кірпішті көтеріп әкеп жұмыс істейді екен. Пайғамбар алейхиссалату вассалам жұмыс істеп жатқан кезде, шешсейші дейді ана. Каабаны қайта салып жатқан. Шешсей мынаны. Сөйт, шешейін деп жатқанда ұйықтап қалады. Бала күнінде бір той болып жатады, соған бара жатса, ұйықтатып қояды Аллах Тағала. Яғни сақтаған, қорғаған сондай нәрселерден. Ал енді пайғамбарлық келгеннен кейін күнәға барады деп ойлайсыз ба? Жоқ. Бірақ сізбен бізге сабақ болу үшін, сізбен бізге үйрету үшін. Жатар алдында шүкір етіп жатыр. Қаншама адамдар бар, рызқы жоқ, қаншама адамдар бар, тұрақтайтын жері жоқ деп. Хузайфа радиаллаху анху пайғамбарымыздан жеткізеді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам төсекке барып жатар алдында оң қолын иегінің астына, жағының астына, оң жағына қойып, оң жағымен жататын дейді. Аллахым, мені сақта. Бүкіл құлдарыңның барлығын қайта тірілткен күні мені өзің қорға. Мені өзің сол күннің қиыншылығынан құтқар деп сұрайды екен. Ол күні білесіздер ма? Бүкіл адамзат жүгіріп барып жалбарынады. Адам, бірінші адамсың ғой, айтшы Аллаға. Араша болшы дейді екен. Мына қиыншылықтан құтқарсыншы дейді екен. Қияметтің қиыншылығынан. Ертірақ есепті бастасын, жәннат болса жәннат, тозақ болса тозақ кетейік деп тұр. Яғни мына қиыншылықтан құтылайықшы дейді. Ар жағында қандай қиыншылық бар екендігін ойлап тұрған жоқ. Мына қиыншылық. Денеңде ауырса сөйтесің ғой. Ең жаманы осы бүйрек екен. Басқа жер болса бола берсінші, бүйрек болмасыншы дейсің. Білмейсің ғой сен асқазанның ауруы қандай екендігін, тырнақтың ауруы қандай екендігін, тістікін қандай екендігін. Сол сәтте содан құтылсам болды деп тұрасың. Қияметтің азабынан құтылу үшін Адам алейхиссаламға барады. Адам алейхиссалам нәфси. Мен өзімнің халім не болатынын білмеймін. Алланың тыйғанынан тыйыла алмадым. Жеме деген жеп қойдым. Мен өзім халім не болатынын білмеймін. Барыңдар, басқаға барыңдар. Басқа Ибрахим алейхиссаламға келеді. Нух алейхиссаламға келеді. Екінші адам сенсің ғой. Нәфси, бәрі қайтарып жібере береді. Менде қателігім бар. Ибрахим алейхиссалам, барлық. Иса алейхиссалам соңында мен кімге баратындарыңды айтайын дейді. Ешқайсы шеше алмайды мәселені. Иса алейхиссалам айтады, Мұхаммадқа барыңдар дейді. Саллаллаху алейхи ва саллям. Ол кісінің өз жатар алдында сол күннің қиыншылығынан мені құтқаршы, сақташы деп жалбарынып жатыр. Негізі сол күні араша түсе алатын жалғыз адам сол. Жалғыз пайғамбар. Сәждеге кетем дейді, пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады. Сөйтіп Алланы мақтаймын дейді. Ол мақтау ол күнге дейін ешкімнің аузынан шықпаған мақтау. Ешкім олай мақтамаған Алланы. Ерекше мақтау. Аллах Тағала өз тіліне салады. Сол кезде Алланы мақтайды, дәріптейді. Ирфа рәсәк, басың көтер. Сұрағаның беріледі сенің дейді. Қандай абырой, қараңызшы. Ешкім араша түсіп шеше алмай жатқанда сіз барып араша түсіп бір мәселені шешіңізші. 20 жыл айтып бересіз ғой соны. Мен шешіп бергенмін соны. Менің арқамда сол көтеріліп кетті, үйтті, бүйтті. Пайғамбар алейхиссалату вассалам бүкіл адамзатқа мейірім етіп жіберілген. Тек адамзат емес, жаратылыстың барлығына. Бір түйе жылап келіп, арызын айтып жатыр пайғамбарға, ойлаңызшы. Түйе, менің қожайыным мені қатты қинап жатыр деп. Жануарлар тән алған оның пайғамбар екендігін. Тасқа дейін кішкентай бір құрманың ағашынан жасалған төмпешегі бар еді. Соның үстіне тұрып
соған сүйеніп тұрып, соның үстіне шығып тұрып құтпа оқитын. Адамдар көйіп кетті, арт жақтағылар сізді көрмей жатыр деп минбар жасап берді пайғамбар алейхиссалату вассалам. Минбарға кетіп бара жатқан кезде әлгі ағаш жылайды. Оның жылаған сахабалар да естиді. Жас бала ұқсап еңіреп жылады дейді. Мен пайғамбардан айырылдым ғой деп. Маған сүйенбейтін болды, менің үстіме шығып тұрмайтын болды деп. Пайғамбар алейхиссалату вассалам қайтып минбардан түсіп келіп, жұбатып, өзінің сол шығатын минбарының астына көмдіреді. Егер мен жұбатпағанда қиямет күніне дейін жылайтын еді дейді. Сағынышы пайғамбардың қасында тұрмайтын болды деп. Бізде сондай сағыныш бар ма? Сол күннің азабынан, сол күннің қиыншылығынан мені сақта деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұға етеді екен. Бәрімізді жатар алдында осы дұғаларды айтып жатайық. Көп те емес, санаулы ғана дұғалар. Соларды айтайық. Я Рабби, аман есен азында тұрғыз деп. Түнде жататын кезде пайғамбар алейхиссалату вассалам тағы бір хадисінде келеді. Шайтан келіп құлағымызға 3 түйін түйеді екен. Түйін байлап қояды. Көзге көрінбейтін, бірақ түйін ол да. Жата бер, ұйықтай бер, ұйықтай бер. О, түн деген ұзақ дейді. Азанда тұрған кезіңізде тұрып дұғаны айттыңыз ба? Алхамдулиллахиллази ахияна бa'дама аматана ва илейхин нушур. Бізді өлтіргеннен кейін қайта тірілткен Аллаға мақтау болсын. Алхамдулилlah. Шүкір. Тұрып алып мәңгі жүре бермейсің, оған қайтасың, қайтатын күн бар. Есіңе сал сол күнді. Сол үшін ояндым ғой, болды ғой, мүмкіншілік берілді деп күніңді қалай бұсылай өткізбе. Бәрібір қайтасың оған. Тұрдың бір түйін шешілді сол дұға арқылы. Дәрет алдың, екінші түйін шешілді. Таң намазының алдында сүннетті оқыдың, үшінші түйін шешіліп, күнің берекетті жақсы өтеді екен. Егер жасамадың ба, түйіндерді шеше алмадың ба, күнің берекетсіз болып, ең жаман күндердің бірі болып өтеді екен. Сол үшін барлығымызда жатар алдында дұға жасап жатуды ұмытпайық. Тұрған кезде жаңағы дұғаны айтып, Алладан күніміз үшін берекет тілеп, ісімізге кірісейік.